Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі 6-шы сабақтың тақырыбы У әрпінің жазуы. Сабақтың мақсаты У әрпінің жазу емлесін білемін. Олай болса, 21-ші жаттығуға назар аударайық. Мәтінді тыңда. Жануарлардың мерекелік киімдерін дайындау қызықты жұмыс. Тауық, тауыс, сілеусін сияқты аңдар мен құстарды бейнелеу үшін олардың өзіне тән киім үлгілерін әзірлеу керек. Ондай мерекелік киімдер рөлдік ойынды қызықты етіп көрсетеді. Олай болса, астындағы сұрақтарға жауап берейік. Мәтін не туралы? Сен өз қолыңмен осындай киімдер әзірлеп көрдің бе? Жалпы мәтін рөлдік ойындарға мерекелік киімдерді дайындау туралы, иә? Тауық, тауыс сөздерін буынға бөліп айтып көр. У дыбысы қай буында тұр? Дауысты ма, әлде дауыссыз ба? Тауық деген сөзде У дыбысы дауыссыз болып тұр, иә? Себебі У дыбысының алдындағы А дыбысы дауысты. Ал тауыс сөзінде сәйкесінше ол да дауыссыз дыбыс болып тұр. У дыбысы. Себебі У дыбысының алдында А деген дауысты дыбыс бар. Келесі, тауық сөзіндегі әріптерді пайдаланып бірнеше сөз жаса. Құрамында дауысты У дыбысы бар сөздерді бір бағанға, дауыссыз У дыбысы бар сөздерді екінші бағанға топтап жаз. Дауысты У дыбысы бар сөздер: уқалау, ысу, қуырдақ. Дауыссыз У дыбысы бар сөздер: тау, ауа. 22-ші жаттығу. Көп нүктенің орнына тиісті әріпті қойып, сөйлемдерді көшіріп жаз. Оқушылар қойылымға қажетті жануарлардың костюмдерін таңдады. Қойылымда қу түлкі ауыл маңын торыды. Тауыстың киімі әдемі-ақ. Қырғауыл киімін киген Дәуренді алғашқыда танымай қалдық. Келесі. 23-ші жаттығу. Көбелек киімін киген Алуаның қанатындағы сөздерге назар аудар. Осындағы ұқсастықтар мен айырмашылықты тап. Алуаның оң жақ қанатында жылы, бекі, тасы деген сөздер бар. Сол жақ қанатында жылу, беку, тасу деген сөздер бар. Енді бұлардың ұқсастықтары қандай? Бұлардың ұқсастықтары оң жағындағы да, сол жағындағы да негізгі сөздердің мағыналары бірдей. Жылы да, жылу деген сөзде негізгі мағынасы екеуінің бір. Ал бұл сөздердің айырмашылығы тек қана жылы, бекі, тасы деген сөздерге соңғы дауысты дыбыстарын У дыбысымен алмастырған, иә? Жылы сөзі жылумен, бекі сөзі бекумен, тасы сөзі тасу деген сөзбен алмастырылған. Келесі 24-ші жаттығу. Суреттегі құстарды ата, оларды қандай белгілеріне қарап танытып? Өзіңе ұнайтын жануардың мерекелік киімін қағаздан жасап көр, немесе суретін сал. Не үшін бұл жануарды таңдағаның туралы өз ойыңды білдір. Ойыңды менің ойымша деп бастауды ұмытпа. Суретте екі құстың суреті белгіленген. Бірінші тауыс, екіншісі әкеш.